Баршаңызға қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді бір жасағынан шығатын, тез әрі өте оңай жасалынатын ленивый хачапури дайындаймыз. Яғни еріншектің хачапурин дайындаймыз. Өте тез әрі жылдам дайындалады. Ең бастысы өте дәмді болып шығады. Сонымен қатар бар жоғы 10 минут қана уақытыңызды алады. Ең алдымен жұмыртқамызды жарып аламыз, шекерімізді саламыз және де тұзымызды саламыз. Тұздың мөлшерін қалауыңызша өзгертуге болады. Менде сыр тұзды болғандықтан тұзын өте аз қостым. Қалауыңызша көбейтсеңіздер де болады. Барлығын жақсылап араластырамыз. 1 стакан 200 мл стаканмен сүтімізді құямыз. Жақсылап араластырамыз. Одан кейін дәл сонда 200 мл стаканмен 1 стакан ұнымызды саламыз. Жарты шай қасық қопсықышымызды үстінен салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Барлығын жақсылап араластырып алғаннан кейін сырымызды дайындаймыз. Сырды шамамен 150-250 грамм арасында аламыз. Сыр неғұрлым көп болса, соғұрлым жақсы. Осылай үкіштің үлкен жағынан өткізіп аламыз. Енді осы үкіштен өткізіп дайындап алған сырымызды жаңа дайындап қойған қамырымыздың үстінен саламыз. Барлығын жақсылап қасықтың немесе лопаттың көмегімен жақсылап араластырамыз. Қызып тұрған табамызды шамалы ғана сұйық маймен майлап аламыз. Енді жаңа дайындап қойған қамырымызды осы қызып тұрған табамыздың үстінен саламыз. Біздің отымыз осы жерде жай отта болу қажет. Барлығын бір тегіс етіп жайып аламыз. Бетін жауып, баяу отта 7-8 минут шамасында пісіріп аламыз. Бетіндегі қамыры өзінің формасын ұстағанға дейін пісіріп аламыз. Осылай бетіндегі формасы ұстап тұрған болу қажет. Шамалы көлемі үлкейеді. Енді осы қамырымызды дәл осы қалпымен ақырын ғана теріс бетіне аударып аламыз. Теріс бетіне де бетін қақпағын жауып 2-3 минут шамасында пісіріп аламыз. Шамалы қызарып піседі, сол уақытқа дейін пісіріп аламыз. Мінекей біздің хачапурimiz дайын. Осылай тарелкеге түсіріп, бетін сары маймен шамалы майлап жіберіп ұсынсаңыздар болады. Аз ғана уақытыңызды алатын, осындай тез дайын болатын, таңғы асқа жасалатын хачапурилерді сіздерде жасап жақындарыңызды қуантыңыздар. Сіздерге видео рецепт ұнады деген ойдамын. Алдағы уақытта шығатын видеоларды жіберіп алмас үшін каналға тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Және де лайк басып, комментарий қалдырып, мені одан әрі қуантатын боласыздар. Сіздермен болған арайлым, баршаңызға рахмет.